Сізге қайырлы күн достар. Бүгін біз осындай әдемі, ерекше 8 наурызға әжелерімізге ашық хат жасап үйренетін боламыз. Сіздер түрлі түсті қағаздан жасасаңыздар болады. Мен қолда бар осындай фетрдің әртүрлі түсті қалдықтарынан және фоамираннан жасап шығардым. Ең алдымен открыткаға, ашық хатқа, яғни сыртына міндетті түрде қатты кардон қажет болады. Осындай қатты кардонды керек емес жерін қиып тастап, ортасынан теңдей 2 бөлікке бүктейтін боламыз. Артық жерлерін барлығын бірдей етіп қиып дайындап аламыз. Бізде кардонда майыстырғансын осындай сынықтар болғандықтан фоамиранмен, осылай клеймен шырықтың үстін бастырдым. Енді жылтырақ фоамиранды алып, жасайын деп жатқан әжеміздің көйлегін қиып жасайтын боламыз. Міне көйлегін қиып алды, оны ыстық клейдің көмегімен жабыстырып аламыз. Сонан соң бежевый түсі, яғни тері түстес фетрдің қалдығынан әжеміздің бетін жасайтын боламыз. Оны да беттің пішініндей етіп қиып алып, ыстық клеймен оны да жабыстыратын боламыз. Енді кішкене жылтырақ ақ фоамиранның домалақ шеңбер қиып аламыз. Оны теңдей 2 бөлікке бөліп, әжеміздің көйлегінің жағасын жасайтын боламыз. Енді кішкене ақ фетрді алып, кішкене дөңгелектер қиып алып, әжеміздің көзін жасайтын боламыз. Оны да ыстық клейдің көмегімен жабыстырып аламыз. Және қара түсті фетрдан көзіміздің қарашығын жасайтын боламыз. Барлығын ыстық клейдің көмегімен жасасаңыздар болады. Ыстық клей тез кебетін болғандықтан жұмыстарыңыз да тез бітеді. Қызыл фетрдің қалдығынан аузын жасайтын боламыз. Енді ақ фетрдан 2 орташа көлемді шеңбер қиып алып, екеуін де ортасына теңдей бөлікке бөліп, және кішкентай ақ фетрдан шашымыздың түйілген жерін жасаймыз. Бірінші түйілген жерін жабыстырамыз. Екінші жарты бөліктерді 2-2-ден 2 жағына жабыстырып шығамыз. Бұл әжеміздің шашы болады. Әжеміз дайын болды. Енді ішкі бетін әдемілейміз. Ыстық клейді тамшы етіп, осылай қағазымыздың тілек жазатын жерін әдемілейтін боламыз. Төбесіне және төменгі жағына жиекше жасаймыз моншақтан. Мен бұл кезде полу жемшік жабыстырдым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз үшін сәндесеңіздер болады. Міне сызғыш пен ручканың көмегімен тілек жазатын жерлер сызып шықтым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша суреттеріңізді әжелеріңізбен түскен жабыстырсаңыздар болады. Енді қызыл жылтырақ фоамиранның көмегімен кішкене жүрекшелер қиып алып, бергі бетін сәндейтін боламыз. Ішін сәндеу, сыртын сәндеу өздеріңіздің қалауларыңызша.
Менің қолда бар заттармен шыққан дүнием осындай. Ұмытпай, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алда тағы да әдемі заттардың жасалу жолын үйрететін боламын. Міне осындай әдемі әжемізге арналған ерекше ашық хат дайын болды. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Назарларыңызға көп рахмет.